Сәлеметсіздер ме, қаларыңыз қалай, қыстан шаршамай жүрсіздер ме, не істеп жатырсыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Қан қысымын үй жағдайында қалай дәрісіз түсіруге болады? Қазір сол туралы мен сіздерге айтып өтемін. Үй жағдайында көбінесе бізде қан қысымы көтеріледі, бір ашуланып, бір стресс алып, немесе біреумен ұрысып қалдық, немесе бір жаман хабар алдық, немесе бір күйзеліс болған кезде бізде қан қысымының кенеттен көтерілуі болуы мүмкін. Әртүрлі жағдайлар болады, үйде дәрі болмай қалуы мүмкін, немесе дәрісіз түсіру керек болады. Сондай кезде не істейміз? Ондай кезде бірінші өзіңізді қолға алып, тынышталуға тырысыңыз. Тынышталып, көкірегіңізді қысып тұратын нәрселерден босатып, отырыңыз, сосын сізге ыстық су әкеп берсін, аяғыңызды ыстық суға малыңыз. Сосын таза шүберек алып, мынадай ыстық сумен мойныңызға, мына жерде бізде үлкен тамырлар бар, осы тамырларға компресс жасау керек. Сосын, яғни матаны қойып қоясыз, сол кезде қан тамырлары кішкене кеңейеді и қан қысымыңыз түседі. Сонымен қатар қан қысымына үй жағдайында және көк шай көмектеседі. Көк шаймен және лимонда қан қысымыңызды төмендетеді. Және бізде білесіздер, долана деген нәрсе бар, долананы кім біледі? Долананы білесіздер ма? Кімнің үйінде бар? Комментарийға жазыңыздар. Осы долана болса, долананы қайнатасыз, көбірек салып қайнатып, соның суын 50 грамм суды, яғни ішіп жіберуіңіз керек, содан шыққан сусынды. Немесе долананы қайнатып болғаннан кейін езіп, сүзгіден өткізіп, соны ішсеңіздер, қан қысымы осылай төмендетуге болады. Мына TikTokқа толық видео сыймай жатыр, сондықтан менің қазір YouTube каналыма өтіп, жазылып, YouTube каналымнан осының толық видеосын көре аласыздар. Жақында шығады. Сау саламат болыңыздар. Сіздермен болған Бегім Талапқызы.